Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы діннің қазіргі Қазақстан қоғамындағы рөлі. Сабағымыздың мақсаты дәстүрлі және деструктивті діни ағымдар мен ұйымдардың іс-әрекетін талдау. Қазақстан Халқы Ассамблеясының дінаралық, этносаралық келісім және ішкі тұрақтылықты нығайтудағы ықпалын бағалау. Балалар, дін дегенді қалай түсінесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Дін дегеніміз сенушілердің әрекеті мен нанымы, дүние танымын белгілейтін, қадірлейтін ұғым. Дін адамға не үшін қажет? Адамдардың әрекеті мен өмірін реттеу үшін керек екен. Қазіргі таңда Қазақстан тарихы мен мәдениеті көп ғасырлар бойы ислам дінімен байланысы дамып келеді. Ислам діні қазақ халқының өзіндік руханияты мен мәдениетінің қалыптасуындағы негізгі қайнарлардың бірі. Исламның әлемдік құндылықтары жергілікті тәңіршілік дәстүрлерімен өзара үндесіп жатыр. Қазақ даласында келген ислам діні ұлттық салт дәстүрлерге қайшы келмей, қайта бірлесіп, өзара үндесіп, жарасым тапты. Сондықтан Қазақстан ислам әлемінің бір бөлігі болып саналады. Балдар, бүгінгі сабақта сендер дәстүрлі және деструктивті діни ағымдар, ұйымдар және Қазақстан Халқы Ассамблеясының дінаралық, этносаралық келісімдер туралы білетін боласыңдар. Олай болса, бейнебаянға назар аударамыз. Елімізде дінге байланысты қандай заң қабылданды? Қазақстанда конфессия аралық қарым-қатынас қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Абай атамыз айтқандай, адамды адам ететін де иман, сұлтан ететін де иман. Рухани байлық бақытқа жеткізет демекші, берекеміз тасып, бірлігіміз артып, нығая түссін десек, біз халқымыздың бүгінгі дінге деген шынайы сенімі мен құрметін шайқалтпай, халықтың иманын көтеріп, оны күшейтуіміз қажет. Рухани байлық бар жерде елдің бірлігі де нығая түседі. Ал ел бірлігі мықты болса, онда мемлекет те мықты, оның іргесі де берік. Біздің елбасымыздың саясатының басты бағыты да осы. Сондықтан да қазір біз санамызды тазартып, ұлттық рухымызды оятуымызға, халқымызды рухани жұтаңдықтан шығаруға жұмыла жұмыс істеуіміз қажет. Елімізде дінге байланысты қандай заң қабылданды? Қазақстанда 130 ұлт пен ұлыс өкілдері және ондаған діни конфессиялар тұрады. Елімізде діни және этносаралық толеранттылық жоғары дәрежеде қалыптасқан. Конституциямен 1992 жылы қабылданған діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, діни сенім бостандығы заң аясында іске аса бастады. Заңға сәйкес барлық діни бірлестіктер мемлекеттік органға тіркелуі тиіс. Елімізде бір діннің үстемдік жүргізуіне, діни алауыздық пен өшпенділікті тұтатуға талпынатын діни бірлестіктерді құруға немесе қызмет етуіне тыйым салынған. 2011 жылы Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы қайта қабылданды. Қазақстан Республикасының заңнамасы мемлекеттің зайырлы сипатын бейнелейді және әркімнің діни сенім бостандығы мен құқығын қамтамасыз етеді. Қазақстанда конфессия аралық қарым-қатынас қандай? Елімізде тәуелсіздік жылдарында діни институттар көбейіп, діни бірлестіктердің саны да айтарлықтай өсіп, рухани дәстүрлер жаңарып, жаңа культтік ғимараттар, мешіттер, шіркеулер, ғибадат үйлері, синагогалар тұрғызылуда. Бұл елдегі ар-ұждан бостандығы мен рухани жаңғыруды қамтамасыз етуге, этносаралық келісім мен азаматтық татулықты сақтау мен нығайтуға бағытталған мемлекет саясатының жемісі. Елімізде діни сауаттылықты жетілдіру мақсатында жоғары, арнаулы орта және жалпы білім беретін оқу орындары ашылған. Ірі мешіттер жанынан курстар, ал шіркеулер маңайында жексенбілік мектептер бар. Қазір еліміздің қоғамдық өмірінде діннің маңызы артқан. Әртүрлі конфессиялардағы халықтардың бейбіт өмір сүруі, экстремизмнің таралуына қарсы әрекет Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының басты мәселелерінің бірі. Қазақстан жерінде көне заманнан бері сан алуан діндер мен мәдениеттер тоғысқан.
Дін мен зайырлы биліктің тек қана қатар өмір сүрулері емес, сонымен бірге елді басқару ісінде де мінсіз үндестік табатынын қазіргі тарихтың сан алуан мысалы айқын айғақтап беріп отыр. Қазақстан Халқы Ассамблеясының маңызы қандай? Қазақстан Халқы Ассамблеясының мақсаты қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақстан Халқы Ассамблеясының маңызы қандай? Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясын құру туралы алғаш 1992 жылы тәуелсіздіктің 1 жылдығына арналған Қазақстан халықтарының форумында айтты. 1995 жылғы 1 наурызда президент жарлығымен Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылды. Ассамблея Қазақстан Республикасының президенті құратын басты міндеті мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыратын, Қазақстан Республикасындағы қоғамдық саяси тұрақтылықты қамтамасыз ететін, мемлекеттік және азаматтық қоғам институттарының этносаралық қатынастар саласындағы өзара іс-қимылының тиімділігін арттыратын мекеме. 2007 жылы мамырда Қазақстан Республикасының Конституциясына бірқатар өзгерістер енгізілді. Қазақстан Халқы Ассамблеясына конституциялық мәртебе беріліп, ол Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне 9 депутат сайлау құқығына ие болып, ассамблеяның қоғамдық саяси рөлі айтарлықтай арта түсті. 2008 жылы 20 қаңтарда президент әлемде баламасы жоқ заңға қол қойды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне Қазақстан Халқы Ассамблеясын өмір бойы басқару құқығы тиесілі. Қазіргі таңда ассамблея құрамында 394 мүше бар. Қазақстан Халқы Ассамблеясының мақсаты қандай? Қазақстан Халқы Ассамблеясы мақсаты қазақ халқының топтастырушылық рөлін арқау ете отырып, қазақстандық патриотизмді, Қазақстан халқының азаматтық және рухани мәдени ортақтығы негізінде қазақстандық біркелкілікті және бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыру үрдісіне республикадағы этносаралық келісімді қамтамасыз ету. Республикада Қазақстанның барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін дамытуға қажетті жағдайлар жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешетін мемлекет ретінде халықаралық беделінің артуына әсер етті. Дін бүкіл ел мен жер, отан тыныштығы мен амандығының, тіліміз бен діліміздің кепілі. Бүгін дін бізге имандылық пен салауаттылықтың, зиялылық пен тектіліктің тірегі мен құралы ретінде керек деп айтамыз. Бір сөзбен айтқанда, ислам діні бізге халықтың рухани мұқтаждығы үшін қажет. Қазақ халқы діни көзқарасы мен діни наным сенімі айқын да терең, ұлттық және діни мәдениеті өте жоғары, имани түсінігі мол әлемдегі санаулы ұлттардың қатарына жатады. Ислам ғасырлар бойы қазақ халқының, оның мемлекетінің тірегі, жүрер сара жолы болып келді. Біз өркениетті, қылмыс атауы жоқ керемет қоғамда өмір сүруіміз үшін халық ұлттық рухта тәрбиеленіп, рухани бай болуы тиіс. Құрметті оқушылар, сендерге мына тапсырманы ұсынғалы отырмын. Елімізде дінге байланысты қандай заң қабылданды? Қазақстан Халқы Ассамблеясы қашан құрылды? Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылудағы мақсаты қандай? Осы сұрақтарға жауап берсеңіздер. Орындап болсаңыздар, дұрыс нұсқасымен салыстырыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.